Жасөспірім кикбоксерлер Төле би ауданында жиналды. Қасқасу ауылында 2007-2008 жылы туылған жас спортшылар облыс чемпионатында бас қосты. Болашақ чемпиондардың бәсекесі туралы толығырақ келесі бейнематериалда. Төле би төрінде өткен кикбоксингтен облыс чемпионатында 10 команда 110 спортшы ұл-қыздар келді. Соңғы кезде жекпе-жек түрлері әсіресе кикбоксингтен осы аудандағы спортшылардың деңгейі өсіп, облыста көш бастап тұр. Оған жаңа спорт кешендерінің салынып, жас спортшылардың қызығушылығының артуы себеп. Қазірдің өзінде осы жарыста бірнеше рет ел біріншілігінде топ жарып, халықаралық дәрежеде де көк туымызды желбіретіп келе жатқан кикбоксерлар бар екен. Жарыстың деңгейі жақсы енді. Бұл жерде енді спортшылардың мықты спортшылардың көбісі номер 5-ші олимпиадалық іздеу школындағы сол мектептің балдары бұл жерде. Мықтылығы бұл жерде 2 Қазақстан чемпионы сол мектептікі, 3 Қазақстан жүлдегері бұл жарысымызда қатысып жатыр. Тек Төле би ауданы емес, жалпы облыс көлемінде кеңінен кикбоксинг үйірмелері ашылып, бүлдіршіндерді спортқа баулып жатыр. Болашақта бұл өз жемісін беретініне күмәнсіз. Мәселен, Ерасыл Өтебаевтан облыс құрамасының бапкерлері көп үміт күтуде. Осы мен жарыста жеңімпаз болып атандым. Мен оған көп дайындалдым. Болашақта чемпион болғым келеді, Құдай қаласа. Қатысып жатқаныма өзі 3-4 жыл болып қалды. Осы уақытта облыс чемпионы болдым. Және де турнир жарыстарына бардым, Қазақстан жарыстарына бардым. Жеңімпаз атандым. Осы чемпионатта жеңімпаз атанғандар Семей қаласында наурыз айында өтетін ел чемпионатында облыс намысын қорғайды. Ол сыннан сүрінбей өтсе, Азия және әлем чемпионаттарының ауылы алыс емес. Нұрлан Сұлтанбек, Мақсат Сағидуллаұлы, Түркістан 24.